Ассаламағалейкум, құрмет әріптестер, серіктестер. Мынаны 45 күнде почин қылдым мен. Бірақ одан да бұрын пісермеді. Бір өзім ауырып қалып, бір-екі күнде жөнді жаға алмадым. Ангинам шығып, ыстығымыз көтеріп тұрамай қалдым, стресс ап қалды. Осы 45 күнде почин қылдым бұны. Түбіне мен 200 граммнан салдым, андай одноразовый магазиндегі ақ стаканчикпен. Түбіне 200 граммнан салдым да, ұрығын почва грунтқа сепкен едім. Сөйтіп, 2 реттен кейін су беріп, 2 рет бердім корневой неден, биомикстен. Бірақ черезден жапырақтан шаштым 50 граммнан, 16 литрге аппаратқа 50 граммнан күн ара шаштым, антистресс қосып. Кейде 2 күнде, кейде 3 күнде, кейде күн ара қалай қол босайды шаша бердім кешке. Сонымен де әзір биомиксім қамады, енді амал жоқ. Калий сұрап тұр, корневой беру керек болып тұр. Кеше со калий бердім, енді амал жоқ. Биомиксім қамады. Бұлай жаман емес. 45 күнде, одан да бұрын пісермеді, со өзім қараймай қалдым да. Башы урожай жақсы. Аллаға шүкір жақсы. Өте пайдасы жақсы биогумустың. Бұл әлі тамыры биогумусқа әлі жөнді жеткен жоқ қой. Бұл жеткеннен кейін одан да жақсы нәтиже болатын шығар деп ойлап жатырмыз, енді Құдай қаласа көреміз. Алла бәріңізге берекесін берсін істеріңізге. Биогумусты көбірек реклама қылсақ, Құдай қаласа жақсы болады бәрімізге. Мына ящикте көбейтіп атым шлаушан, іште теплицада, Құдай қаласа. Мына огурцы. Урожайлары жақсы, өте керемет. 2 рет тамырдан бердім. 10 литрлік шелекке 50 граммнан араластырып, түбіне құйып шыққам су бергеннен кейін. Бірінші су беру керек қой, тамырына су бару керекті. Қалған тек листовой ұрдым ғой, антистресс араластырып. Тек қана листовой.